Саламатсыздар ма 5-ші сыныптың оқушылары? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы натурал санның бөлгіштері және еселіктері. Натурал аз санның бөлгіші деп аз саны қалдықсыз бөлінетін натурал санды айтамыз. Бір саны кез келген натурал санның бөлгіші болып табылады. Мысалға 15 деген санның бөлгіштері, яғни 15-ке бөлінетін сандар, ол ең кішісі 1, 3, 5, 15, 4 бөлгіші бар екен. Натурал аз саны еселігі деп аз санны қалдықсыз бөлінетін натурал сандар айтамыз. Мысалға 14-тің еселіктерін табу үшін сәйкесінше 1-ге өтсем бірінші еселік, 2-ге өтсем екінші еселік, 3-ге өтсем үшінші еселік, тағы сол сияқты еселіктердің саны шексіз болады екен. Берілген натурал сан болса, оның ең кіші еселігі сол санның өзі болып табылады екен. Олай болса есептерге тоқталайық. 167-ші есеп 35, 29, 28 сандарының барлық бөлгіштерін табу керек. Біріншісі 35-тің бөлгіштерін жазайық. 1, ең кіші бөлгіш ол 1-ге тең болады. 1, 5, 7 және 35, 4 бөлгіші бар екен. Келесі 29-тың бөлгіштерін жазайық. Ол 1 мен 29 2 бөлгіші бар. Келесі 28-тің бөлгіштерін жазсақ, ол 1, 2, 4, 7, 14 және 28. 6 бөлгіші бар екен. Келесі екінші бойынша жазайық. 4, 8, 13 сандарының алғашқы 3 еселігін жазу керек. Еселіктерін жазайық. Бірінші еселігін табу үшін 4-ге өтем. 1-ге өтем 4 болады. 2-ге өтем 8, 3-ге өтем 12. Ары қарай 8-тің еселіктерін жазайық. 8-ді 1-ге өтсем 8, 2-ге өтсем 16, 3-ге өтсем 24. Келесі 13-тің еселіктерін 13-ті 1-ге өтсем 13, 2-ге өтсем 26, 3-ге өтсем 39-ға тең болады екен. Ары қарай 68, 9, 14, 45, 75 сандарының бөлгіштерін жазу керек. Бірінші 9-дың бөлгіштерін жазайық. Мына 1, 3, 9, 3 бөлгіші бар. Келесі 14-тің бөлгіштерін жазайық. 1, 2, 7 және 14, 4 бөлгіші бар екен. Келесі 45-тің бөлгіштерін жазсақ, ең кішісі 1-ге тең, бәрінде де 1, 3, 5, 9, 15 және 45 болады екен. Келесі 75-тің бөлгіштерін жазайық. 1, 3, 5, 15, 25 және 75-тің өзі болады екен. Келесі екінші қатардікін жазайық. Мына біріншісі 8-дің енді еселіктерін жазу керек. Алғашқы төртеу 8, 1, 8, 2, 8, 16, 3, 8, 24, 4, 8, 32. Келесі 11 еселіктері 11, 22, 33 және 44 болады. Келесі 15-тің еселіктері 1-ге өтсем 15, 2-ге өтсем 30, 3-ге өтсем 45, 4-ге өтсем 60-ға тең. Келесі 27-нің еселіктері 27 және 54, 2-ге өткенде 3-ге өтсем 81, 4-ге өтсем 108-ге тең болады екен. Ары қарай біріншісі екіншісіне бөлгіш болатын санды теріп жазайық. Бөлгіш болады деген сөз, яғни бір екіншісіне бөліну керек. 45 мысалы 5-ге бөлінеді. Біріншісі 5 45-тің бөлгіші болады. Келесі 16, яғни 16 80-нің бөлгіші болады. 17, 4 пен 64, 12 мен 60 және 23 пен 115 болады екен. Сатушы 45 түп қалың бір гүлін әкелді. Ол әрбір гүл шоғында гүлдер саны бірдей етіп, неше тәсілмен гүл шоқтарын даярлай алады. Әр гүл шоғында неше гүлден болу керек? Гүл шоқтарының саны бір гүл шоғын дайындайтын болса, онда 45 түп гүл болады. 3 гүл шоғын дайындайтын болса, онда 15, бір гүл шоғында 15-тен болады. 5 гүл шоғын дайындайтын болса, әрбір гүл шоғында 9 гүлден болады. 9 гүл шоғын дайындайтын болса, әр гүл шоғында 5 гүлден болады. 15 гүл шоғын дайындайтын болса, онда 3 гүлден болады екен әр гүл шоғында. 172-ші есеп. Әрбір қорапшада 12 килограмм кәмпит салынған.
қорапшаларда ашпай 36 кг, 45 кг, 60 кг кәмпит даярлауға бола ма дейді. Мысалы бір қорапшада 12 кг мынадай бір қорапша, ішінде 12 кг кәмпит бар, осыны ашпай-ақ 36 кг кәмпит даярлауға бола ма дейді. Қарайық, 36 бізде 12-ге бөліне ме? Бөлінеді. Яғни қорапшаны ашпай-ақ 12 кг-нан 3 қорапша кәмпит алса, менде 36 кг кәмпит шығады. 12-ге бөлінбейді. 60 келесі. 60-ты 12-ге бөлсем, 5-еуден кетті. Олай болса, 12 кг-нан 5 қорапша алсам, қорапшаны ашпай-ақ кәмпит 60 кг кәмпит даярлауға болады екен. Келесі 173, 65 түп ағаш көшеттерін әр қатардағы көшеттер санын бірдей етіп неше қатарға отырғызуға болады. Яғни 65 бізде 13-ге бөлінеді. 5-тен келеді. Яғни 65 5-ге бөлінеді. 13-тен келеді. Олай болса жауабына 2 жауапты алуға болады екен. Қарай 174 бала себетті толтырып қояндарға сәбіз әкелді. Ол себеттегі сәбіздерді 4 қоянға, 6 қоянға және 8 қоянға тең бөліп бере алады. Бала қояндарға кем дегенде неше сәбіз әкелді дейді. Ол үшін мына жерде 4-тің еселіктерін табайын, және 6-ның еселіктерін, және 8-дің еселіктерін. 4 бірін 4, 2 4-ін 8, 3 4 12, 4 4 16, 4 5-ім 20, 4 6-ым 24, 4 7 28 тағы сол сияқты. 6 1-ім 6, 2 6 12, 3 6 18, 4 6 24, 5 6-ым 30. Келесі 8 1-ім 8, 2 8 16, 3 8 24, 4 8 32. Енді осы бөлгіштерім мынау еселіктерінің ішіндегі ортақ еселіктерін сақтайын. Мында 24 бар, мынада 24. Тағы да қайталануы мүмкін. Соның ішінде ең кішісі бізде 24. Олай болса бала қояндарға кем дегенде неше сәбіз әкеле алады? 24 сәбіз әкеле алады. Жауабы сонда 24 болады екен. 24 сәбіз 4 қоянға бөліп бере алады, 6 қоянға және 8 қоянға тең бөліп бере алады екен. 175, 3, 7, 10, 15, 18, 30 және 84 сандарынан 21-дің бөлгіштері бұл жерде 3 пен 7. Мына жерге 3 пен 7 деп жазып болады. 21-дің бөлгіштері 3 пен 7. 90-ның бөлгіштері 3, 10, 15, 30 болады екен. Келесі 2-ның еселіктері 10, 18, 30 және 84 болады. Келесі 5-дің еселіктері 10, 15 және 30 болады екен. Келесі 176 есеп 2 және 3 сандарына, 6 және 8 сандарына, 9, 12 сандарына, 15, 21 сандарына еселік болатын ең кіші натурал сан жазу керек. Екеуіне де еселік болады. Мысалы, жерде 2-ның еселіктерін жазуға болады. Мысалы, 2-ның еселіктері 2 1-ім 2, 2 2-ім 4, 2 3-ім 6 болады. Мынаның еселіктері 3 1-ім 3, 2 3-ім 6, 3-ім 9. Сонда екеуінде де ортақ еселіктердің ең кішісі бұл 6-ға тең болады. Келесі 6 мен 8, 6-ның еселіктері 6 1-ім 6, 2 6-ым 12, 3 6-ым 18, 4 6 24. 8-дің еселіктері 8 1-ім 8, 2 8-ім 16, 3 8-ім 24. Міне олай болса, міне екеуінде ортақ 24 болады. Келесі үшіншісі 9-дің еселіктері 9 2 9 18, 3 9 27, 4 9 36. Келесі 12-нікі 12-ні 1-ге өйтем, 2-ге өтсем 24, 3-ге өтсем 36. Олай болса, мына жерде 36 болады. Келесі 15 пен 21, 4-ші 15-ті еселіктері 15-ті 1-ге өтсем 15, 2-ге өтсем 30, 3-ге өтсем 45, 4-ге өтсем 60, 5-ге өтсем 75, 6-ға өтсем
90, 7-ге өтсем, 105. Келесі 21-дің еселіктері. 1-ге өтсем 21, 2-ге өтсем 42, 3-ге өтсем 63, 4-ге өтсем 84, 5-ге өтсем 105. Олай болса, мына екеуінің ортақ еселігі 105-ге тең болады екен. Ары қарай 45-ге бөлгіш және 5-ге еселік, 92-ге бөлгіш, 23-ге еселік, 120-ға бөлгіш және 30-ға еселік сандар жаз дейді. Ол үшін мына 5-тің еселіктерін тауып алайық. 5 бірім 5, 2 бесім 10, 3 бесім 15, 4 бесім 20, 5 бес 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45. Міне. Яғни 45-ге бөлгіш және 5-ге еселік екеуінде ортақ сан тек қана 45 деген сан болады. Сол сияқты мынада да сондай 92 болады. Жауабы 120-ға тең болады. Ары қарай 178-ші есеп натурал санының бөлгіштер жұбының қасиетін пайдаланып, мына белгісіз орнына жазылған тиісті санды тауып жазуды толықтыр дейді. Бұл жерде 24 болатын болса, 48 болады. 48, мынау бізде 16 болады. Мынау бізде 8 болады. Мынау бізде 2-ге тең болады. Сонда мынау 48 деген санның бөлгіштері болып табылады екен. Ары қарай 179 шарлар тізбесін дайындау үшін 30 қызыл шар, 18 көк шар, яғни 30 қызыл шар, 18 көк шар және 12 сары шар сатып алынды дейді. Шарлар тізбесіндегі бір түсті шарлар саны бірдей етіп, неше тізбе дайындауға болады? Мысалға, 2 тізбе дайындауға болады, 3 тізбе және 6 тізбе. Яғни 2 тізбе дайындайтын болсақ, 30-ды 2-ге бөлсең 15, бір тізбеде 15-тен болады. 18-ді 2-ге бөлсең 9, 12-ні 2-ге бөлсең 6 болады. Сонда тізбелер саны, мысалы 2 тізбеде әрқайсында 15 қызыл шар, 9 көк шар және 6 сары шар. 3 тізбе дайындайтын болсам, мынадай 3 тізбе. Енді 30-ды 3-ге бөлем 10-нан келеді, 18 3-ге бөлем 6-тан келеді, 12-ні 3-ге бөлем 4-тен келеді. Келесі 30-ды 6-ға бөлем 5-тен келеді, 18-ді 6-ға бөлем 3-тен келеді, 12-ді 6-ға бөлем 2-ден келеді. Яғни 3 тізбе дайындайтын болсам, әрбір бір тізбесінде 10 қызыл шар, 6 көк шар, 4 сары шар. 6 тізбе дайындайтын болсам, әрбір тізбесінде 5 қызыл шар, 3 көк шар және 2 сары шардан болады екен.